орыссыз. Таза орыс. Орысшаңыз, қазақшаңыз қандай? Орысшам біраз проблем. Біраз қиындықтар бар ма? Жұмыс жасағанда, мен жүргізуші ретінде жұмыс жасағанда да, мысалы бізде концерттер бар, яғни орыс тілінде мені сол үшін алды, 3-4 тілде жүргізеді дегендей. Сосын орысша мүлдем жоқ екен, менің апайым келіп, сосын айтты, худрук, айналайын көкем, сен орысша жүргізбей қойшы, қазақша аман болсын. Қазақша жүргізе бер деді ме? Қандай дінді ұстанасыздар отбасыларыңызбен? Отбасым, ата-аналарымыз христиан, біз сіңілім екеуміз мұсылман. Өз еркіңізбен қабылдадыңыз ба? Ислам жайында кітаптар қолыма түсті, сол кезде біраз мен христиан болдым. Сосын осылай жүрді, мен 8-ші сыныпта, 7-ші сыныпта мешітке бардым. Сол кезде азан ойнағанда менің жүрегім кәдімгідей тынышталады екен. Жылы келеді екен маған, бір медитация сияқты. Әсер ерекше болды, иә? Вот сол үшін ислам дінін қабылдауды шештіңіз. Енді қайырымдылықпен де айналысыпсыз, иә? Бір уақыттары, қайырымдылықпен. Иә. Шапағат медалімен марапатталдыңыз. Осындай марапат алған кезде қандай әсерде болдыңыз? Негізі маған звондаған жаңағы министерстводан бір кісі шапағат медалімен марапатталамыз деп, қай кезде келе аласыз? Мен бардым, алдым. Қалай болды? Мен басынан мен түсінбедім. Яғни қазақ тілін осылай насихаттап, ұлтың өзге болса да, өзіңнің осындай азаматтық позицияңды білдіріп жүргеніңе, азаматтық белсенділігіңе, қайырымдылығыңа осы медаль табыстады ғой. Бұл да болса енді бір еңбектің жемісі деп білеміз.